Баршаңызға сәлем. Сіздермен Арайлым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бүгін өте керемет болып шығатын муравейник дайындаймыз. Ең алдымен сливочный масломызды табағымызға салып ерітіп аламыз. Еріген соң 10-15 минут көлемінде суытып, 2 ас қасық қант, 1 жұмыртқа жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен үккіштен өткізілген ұнымызды азыздан салып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Шайға өте керемет тіске басар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қасықпен араластырып, кішкене қоюланған соң қолдың көмегіменен жұмсақ қамыр етеміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осыны печкамыздың табасына жайып шығамыз. Мінекей жайып шықтым. Қызып тұрған пешімізге 15 минутқа қойып аламыз. Мен кішкене өзім күйіңкіреттім, светі қоңырлау шығу үшін. Сіздер сәл сарғыш болған кезде алсаңыздар да болады. Осылай барлығын үккіштен өткізіп, таза құрғақ ыдысымызға үгітіп аламыз. Екінші табамызды салып пісіріп алдым. Осы уақыт аралығында оны да осылай үккіштен үгітіп, табағыма салып, осылай қолдың көмегімен майдалап шықтым. Егерде блендер болса, блендердан өткізсеңіздер де болады. Үгітілген қамырымыздың үстінен варенка қосамыз. Мен 2 варенка қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша. Енді осы дайын қоспамызды осылай стаканымызды сулап, стаканға саламыз. Стаканды міндетті түрде сулаңыздар. Сол кезде формасын сақтап, әдемі болып түседі. Осылай түсіреміз. Мінекей өте әдемі болып шығады. Егерде сіздерде бұндай сырты болмайтын болса, кондитерлік дүкендерден ала аласыздар, немесе тарелкаға қойып берсеңіздер де болады. Және де бір үлкендеу ыдысқа салып, торт секілді етіп ұсынсаңыздар да болады. Осылай үстінен кішкене шоколадты теркадан өткіздім. Шайға ұсынғанға өте керемет тәтті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойып, қолдауларыңызға рахмет.